өзің қолыңда. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Бір-бірін көре алмайды көктегі күн айда. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Бір-бірін көре алмайды көктегі күн айда. Жүрегің соған сенеді, артыңда өткен, алдыңда көктем себебі. Адамның емес, Алланың болар дегені. Керегі уақыт, келеді бақыт, келеді. Мұңайма, мұңайған не өзіңе ұнайма. Бір-бірін көре алмайды көктегі күн айда. Әсем әннен соң арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, ортақ болсын дейміз. Арнада ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Әзиз өзінен сұрағым деп отыр, жалпы саған әлемнің ең әдемі жерлеріне саяхаттауға мүмкіндік туса, қай мемлекеттерге барар едің? Жалпы енді Шәкизат, мен енді бұл тұрғыда ойланып көрмеппін, дегенмен де мынау кез келген елдің өзінің тарихи жерлері, сұлу жерлері, көрікті жерлері болады емес пе? Сондықтан да барша жерді жақсы көру керек деп ойлаймын. Әрине дұрыс айтасың, дегенмен мамандар туристер жиі саяхаттайтын осы дамып келе жатқан әлемнің ең көрікті 10 қаласының тізімін жасапты. Баршамыздың қажетімізге жарап қалар, экранға зер салайық. Әлем бойынша ең бірінші орында халық жиі саяхаттайтын Францияның Париж қаласы тұр. Бұл керемет қалаға жылына 14 миллион турист келеді. Париж әлемнің романтика астанасы, сән астанасы саналады. Екінші кезекте Ұлыбританияның Лондон қаласы тұр. Лондонға жылына 14 миллион турист саяхаттайды. Қаланың ең көрікті жерлерінің бірі Ковент-Гарден, Трафальгар алаңы, Лондон хайуанаттар саябағы, Глобус театры. Ал келесі орында Таиландтың Бангкок қаласы. Бангкокқа жылына 10 миллион адам саяхаттауға келеді. Төртінші орында тұрған Сингапур қаласы. Жылына 9 миллион халық аралайды. Заманауи бай қала. Дамыған бизнес, курортты жерлері, бүкіл әлемге танымал казинолары жыл сайын қалаға миллиондаған доллар табыс әкеледі. Келесі кезектегі танымал демалыс орны Малайзияның Куала-Лумпур қаласы. Мұнда жыл сайын 8 миллион халық келеді. Алтыншы орында тұрған ақш-тың Нью-Йорк қаласы. Нью-Йорк ғаламның қаржы астанасы есептеледі. Қалаға келген қонақтар Empire State Building, Эллис аралы, Еркіндік статуясы, Бродвей, Таймс-сквер сияқты ғаламат жерлерін тамашалауларына болады. Келесі кезектегі Дубай қаласы жылына 7 миллиондай туристі бар қала. Дубай туристерді өзінің таңғы жайып қайталанбас байлығымен тартып тұрады. Түркияның Стамбул қаласы көз тартпай қоймайтын туристік қалалардың бірі. Тарихқа толы бұл қаланың көркем, көз тартарлықтай жерлері толып жатыр. Жылына 7,5 миллиондай турист қабылдайды. 9-шы орындағы Гонконг қаласына жылына шамамен 7 миллиондай халық қонақтайды.
Құрметті көрермен, біз хабарымызды әсем әнмен жалғаймыз. Төл арнамен бірге болыңыздар. Домбыраны қолға алайын, кең далада шерте шырқайын. Қазақтың ару қызына бұлбұл құстай сайрайын. Жүректен шыққан сөздер ай, ашылып әппақ мақтадай. Пәктік сезім өшпес өлеңді, ойып жазам тасқа қашаулай. Асыл жарым менің ғашығым ай, қарай бергім келеді сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, жарқырайды сенің сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, қарай бергім келеді сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, жарқырайды сенің сымбатың ай. Жайқаласың раушан гүліндей, жалындаған күннің көзіндей. Бұлқынып өскен көктерде, құлпырасың қызыл түстерде. Жапырақтарың жайланған, ажарлана көркі жайнаған. Күн нұрындай гүл ашылған, жұлдыздардай мәңгі жағылған. Асыл жарым менің ғашығым ай, қарай бергім келеді сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, жарқырайды сенің сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, қарай бергім келеді сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, жарқырайды сенің сымбатың ай. Жарым менің ғашығым ай, қарай бергім келеді сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, жарқырайды сені. Асыл жарым менің ғашығым ай, қарай бергім келеді сымбатың ай. Асыл жаным менің ғашығым ай, жарқырайды сенің сымбатың ай. Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Балалар әдебиеті жас буынның сана сезімін оятып, ақыл есін дамытатын, оларды адамгершілік қасиеттерге баулайтын өмір оқулығы. Мұндай оқулықтар мектеп жасына дейінгі балалардан бастап жасөспірімдік жасқа дейінгі мектеп оқушыларына әдеби тілде жазылған қызықты шығармалар ұсынатындығымен ерекшеленеді. Осы ретте сүйінші жаңалығымызбен бөліскелі отырмыз. Қадірменді көрермен, жуырда Қазақстан журналистер одағының мүшесі Оразбай Қосановтың «Балаларға базарлық» атты кітабы жарық көрді. Бүгін біз аталмыш туындының авторын бағдарлама төріне шақырған болатынбыз. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Оразбай ата, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткенімізде, жуырда ғана өзіңіздің «Балаларға базарлық» атты ерекше туындыңыз жарық көрді. Осы ретте сізді құттықтаймыз, шығармашылық табыстар тілейміз. Оразбай ата, енді жалпы бұл кітаптың негізгі бағыты туралы айта отырсаңыз. Мен енді барлық өмір мектепте өтті. Әсіресе ауылдық жерде. Ауылдық жерде балалар
әдебиет жетіспейді. Жетіскеннің өзі басқа тілден аударылған. Біздің қазақтың дәстүріне, тіліне, санасына сәйкес келіңкіремейді. Бірақ амал жоқ, соны пайдаланып жүрдік. Сосын не қылады, өзіміз қолда жасауға тура келді. Жаңа жылда, ертеңгіліктерде, наурызда, мектептен қоштасу, балабақшамен қоштасу кезінде өзімізге лайықталған. Ана балалардың санасына сіңетін, балалардың көкейіне қонатын кішкентай да болса тақырыпқа сөз өлең жазу керек болады. Сол кезде ұжымда мен жас болдым, мен жұмсайды ғой баяғы. Жаза салшы деп, айта сал, жаза сал деп. Әрине бұл жаза салуға болмайды, өйткені балаларға ол түсінікті болу керек. Көкейіне қонымды болу керек. Сосын балалар тез жаттап алатын болу керек. Сондай сөйтіп өзіне кітап шығарам деп ойлаған жоқпын. Жаза беріп, қалдыра беріп. Бір күні қарасам, біраз жинақ болып қойыпты. Сосын ойыма келді, осыны жинақтап бір көрейік дедім. Біз әуелі просто қара черно-белый қылып түсірдім, шығардым. Ол тартымсыз болды, балаларға тартымсыз болды. Енді мынадай қылып шығарып едім, өте бір әдемі болды. Балдар әсіресе мына кітапхана меңгеруші, кітапхананың адамдары, балабақшалар қуана енді көп емес, қуана алып жатыр осыны. Сол жаңағыдай мектепішілік, классішілік жарыстар болады. Сосын ол кезде ара деген шығарамыз ғой енді, ара шығарамыз, классішілік, мектепішілік ара. Сол кезде 4-5 жолмен, 6-7-8 жолменен өлеңдер құрастыру керек. Сол кезде құрастырып айтамыз. Сосын жаңа бір жақсы балдарға ұнайды. Сосын кейбіреулер тексертіп аламыз, шығармастамыз. Үлкен кісілерге, ақындарға, тіл әдебиет пәнінің мұғалімдеріне тексертіп аламыз. Сосын олар қоштағаннан кейін бірде сценарий қылып, мектеппен қоштасу, балабақшамен қоштасуды сценарий қылып шығарып дайындаймыз. Сол балдарға тым жақсы ұнап, содан кейін өзім жаңағыдай, дұрыс екен ғой бұл деген. Жалпы қорытындылағанда осы кітапты жазып шығуға қанша уақыт жұмсадыңыз сонда? Көп уақыт жұмсадым. Демек, өмір кезеңдермен жазылып келді. Оны жинақтадыңыз. Өйткені бұл құрашын шығара салатын нәрсе емес қой. Бұны халық оқу керек, ересек адамдар оқу керек, ата-ана оқу керек, бала оқу керек. Бір оқығаннан кейін лақтырып тастайтын болмайды. Пайдалану керек. Бұл неше бөлімнен тұрады жалпы кітап? 4-5 бөлімнен тұрады. Оның ішінде біраз іріктеп алғаным, қалғандары әлі тағы осындай үйде жатыр еді. Оны Құдай қаласа шығарамыз. Оразбай ата, енді жалпы біздің білуімізше өзіңіз ардагер ұстазсыз. Мынау биология пәнінен кезінде сабақ бердіңіз. Бүгін енді кітап шығарып жатсыз. Алғашқы кітаптарыңыз осы методикалық тұрғыда болса, бүгін енді балаларға арнап, арнайы кітап жазып шығарған екенсіз. Жалпы енді кітабыңызды парақтап, көрермендерімізге көрсетіп отыратын болсақ, барлығы жануарларға байланыстағы. Көріп отырмыз. Көбісі дейік. Міне және де осы түрлі түсті бейнеде бейнеленген екен. Жалпы енді бұл суреттердің қасына арнайы тақпақтарды қоя отырып, біз балалардың осы балалар әдебиетіне шақырудағы негізгі идеямыз ба? Бұл қалай болады? Бұл ұтымды тұстарымыз қандай? Мен осыған көп әурелендім ғой. Әр тақырыптың мәтіннің тұсына сол сурет тұру керек. Сол жаңа жыл ма? Жаңа жыл тұру керек. Күрке тауық па? Күрке тауықтың сурет тұру керек. Шағала ма? Сосын шағаланың сурет тұру керек. Наурыз ба? Наурыздың той шашуықтың суреттері тұру керек. Сол іздеп әбден біраз машақаттандық қой. Ол оңайдан оңай шыға салған жоқ. Көп машақаттандым. Сәйкес келмей қалды кейбіреулер. Ана бір кейде тақырыбы әдемі, бірақ сурет сәйкес емес. Оны ешкім ой деп қабылдамайды. Ой, мынау сауысқан емес, мынау қарға ғой дейді да. Сөйтіп, сосын тек қана олай немерелеріме, бал немеремді, немерелер бар мінекей. Ақботамның ботасы, көркемім менің лағылым бар. Мінекей немерелерім деген бір бөлік бар. Сосын мінекей мектебім бар. Сосын ішінде әдемі сәтті шыққандар да бар ішінде. Төлдермен тілдесу, бұлттар салған суреттер, өзімше әдемі шықты. Жалпы енді бұл өлеңдерді құрастырарда, шығарарда осы балалардың тіліне жеңіл болсын деп орайластырдыңыз ба? Қалай болды? Әрине.
арнайы мамандармен кеңестіңіз бе? Осы өлеңдерді балалар оңай жаттап, күнделікті өмірде тақпақ ретінде айтып. Жазып болғаннан кейін көрсеттім. Ал өзім жаздым. Жазып болғаннан кейін көрсеттім. Бірен саран болмаса, онша көп ескерту алғаным жоқ. Бірақ енді жаңа айттым ғой, біраз дайындадым. Сосын әсіресе дизайнда қиналдым. Дизайнда қиналдым. Мінекей, жыл 12 ай деген бар міне. Жыл 12 ай. Бай, көрермендерімізге көрсетіп жыл 12 ай бар мысалы. Жыл 12 ай бар. Соған енді наурыздан бастап наурыз, сәуір, мамыр, соның бәрін мысалы наурыз болса, наурыздың суреті секілді. Наурыздың суреті. Сәуір болса, мына сәуірдің суреті келу керек. Тамыз болса, мына қауын қарып сыпату керек. Желтоқсан болса, қарлы боран ұйқып тұру керек. Жалпы дизайнына келген кезде өзіңіздің идеяңыз ба әлде бір мамандармен кеңестіңіз бе? Мен мамандарға айттым, осылай болса екен. Мысалы, наурыздың кезінде шашу шашып жатса, қыстың ақпанның кезінде қарлы боран болып жатса, тамыздың кезінде жаңағыдай жеміс-жидек пішіп жатса деген пікір айттым. Сосын олар маған қатты жәрдемдесті. Мен суретші емес соңғы бірақ. Оразбай ата, енді жалпы өзіңіз сұхбат барысында айтып отырсыз, балалар әдебиетіне деген бүгінде жазушылардың көптеген ықыласы жоқ. Оны жазуға біз қазір әлем елдеріндегі балалар әдебиетін аударумен ғана айналысып жатырмыз. Ал жалпы неліктен бұл кітаптардың бүгінде шығуы азайып кеткен, сиреп кеткен, сіздің ойыңызша? Мысалы, біздің Қызылорда облысында Ділдахан Торғайбай бар, сосын Рахат Наурызбай бар, сосын Жаңақорғандық Сопбек бағамыз бір, ол марқұм қайтыс болып кетті, бірақ ол кісі өте балаларға арналған өте жақсы жазатын еді. Қартайып қайтыс болып кетті, иман жолдасы болсын. Осылай өмірге келді. Мысалы, бұлттар салған суреттер. Аспанға қарайсың, біресе жыла, біресе арыстан көп бұлт шауып бара жатыр. Біресе үлкен ақсақал болып киініп жатыр. Соның барлығын келтіріп, оны да, мысалы, 10 өлеңді, сол 17 куплетті өлеңді, Құдай біледі, бір апта жазасың, мысалы. Өңдейсің, жөндейсің, келмей қалады. Бірақ әйтеуір мақсат балаларға түсінікті болу керек. Мен негізгі мақсатым балаларға тіліне орамды жаттап алуға жақсы болу. Енді бір қызығы осы біздің еліміздегі Қазақстан Республикасындағы қызыл кітапқа енген жануарлар туралы тақпақ жазған екенсіз. Бұл солар кітап жазды. Арнайы кітап жазған екенсіз. Жалпы енді бұл осы азайып бара жатқан жануарларды сақтап қалуға бағытында жазылған ба, қалай болады? Мен биология пәні мұғалім болғаннан кейін міне адамдар айтып, мына қызыл кітаптағы. Табиғатты аялауды балалық шақтан бастау керек дейсіз ғой. Құрттыңдар құланның қырларын, тауларын, ұлардың ұрладың, жалмаңдап жапырып ұқспай табиғат тылсымын сырларын, жырттыңдар жыланның жерлерін, сарқыттың құтанның көлдерін, бүлдіріп белдерін, ағайын ақылға келмедің. Бұлана бір хабар бермедің, сен іздеп бекерге шөлдедің, паршалаптың төскей қырларды қасіретін құндыздан көрмедің. Міне осылай қызыл кітаптағыларды осылай кете береді. Соған сәйкес ерекше бастама екен, ата. Жалпы енді бұл кітапқа бүгінде сұраныс бар ма? Бұл әлі шыққан жоқ, кітап болып шыққан жоқ. Кітап болып бір данасы өзіңізден? Тек өзім жаңа типография өзім жеке ақыма типографияға шығарды. Енді тағы да біздің бағдарлама төріне Қызылорда облысы жан жануарларының экологиялық ахуалы деген кітабын алып келдіңіз. Бұл туындыңыз қашан жарыққа шықты? Бұдан 16 жыл бұрын. Мен жаңағы мектепте арнайы экологтармен пікірлестіңіз бе осы кітапты әзірлейтін? Мен аралдың адамымын, балықшының баласымын. Теңіздің қалай тартылған, қай күні тартылып, қай күні қай жерге жеткенін көз алдынан өткергім. Әкем марқұм, атам марқұм. Аралдың тартылғанына, олардың қиналғанын көру өте ауыр. Бабаларынан бері қарай балықшы ғой. Теңіз тартылады деп кім ойлапты? Ол атам маған ұрсатын. Кім айтты саған? Арал көл емес, көлшік емес тартыла салатын. Сырдария шалшық емес тартыла салатын. Ол бір белгілі бір кезеңде
тартылып белгілі кезеңде қайта орнына келеді. Мына екеуміз шөп шауып отырмыз бір күні. Мына екеуміз шөп шауып отырған жерде мен түйе баққанмын дейді. Ал баласының кезінде ол жер үлкен теңіз болып кетіпті. Оразбай ата, енді жалпы... Ал немересі менің кезімде ол жер қайтадан құрғақ болды. Бізде кешірім сұрайын, жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен сауалына құлақ түрсек. Саламатсыз ба көрермен, сізге эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Мына жаңа күн бағдарламасының төріне келіп отқан Оразбай ағаны мына балаларға базарлық атты үлкен керемет оқулығымен құттықтаймын. Бұл енді интернет заманында әжелерге, аталарға, немерелермен қалған кезде бос уақытында әдемі осы бір мәдени жаңағы жақсы бір мәлімет береді деп айта аламын. Өйткені қазір кішкентай балдардың барлығы ұялы телефонға жүктелген заманда сіздің осындай оқулығыңыз құнды деп ойлаймын. Осыны арнайы көбейтіп, басқа бір жеке жаңа кәсіпкерлерден қолдау тауып жатса, іске сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Оразбай ата, енді жалпы бұл кітап неше данада шықты? Жалпы кәсіпкерлер қолдау білдіріп жатыр ма осы кітапты көбейту бағытында санын? Арнайы ұсыныстар болды ма? Жоқ, болған жоқ. Бүгінде қанша данамен шықты? Мынау біздің көрерменіміз хабарласып кетті, жалпы жеке жақсы пікірлерін білдіріп жатыр. Ал осы кітапты барша ата-аналар қайдан алса болады? Менен алса болады. Тек өзіңізге хабарласу керек. Иә, өйткені магазинге беріп, дүкенге беріп, ол 10 шақтысын ғана алды, артық алған жоқ. Ал облыстық кітапханаларға сонда? Облыстық кітапханада көп алған жоқ. Бірақ ана Жаңақорған аудандық орталықтандырған кітапханасы, сосын өзіміздің мына қалалық кітапхана алды 20-дан. Олар қуана жақсы қылып алды. Өзімнің жеке ақшама шығардым. Оразбай ата, енді мынау бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі болғандықтан біз өзіңізбен қоштасамыз. Шығармашылық шабыт, табыс тілейміз. Аға, аман сау болыңыз. Осы
Біреуге қарап өзіне баға беруге болмайды. Бұл орыс жазушысы Сергей Довлатовтың қанатты сөзі. Я, әр адам жеке тұлға, мақсаты, ойы, жұмысы бөлек жан. Сол себепті сіз өзгеге қарап емес, өзіңізді жеке жетілдіру арқылы ғана оң баға бере аласыз. Ұлылар сөзі қашанда терең мағынаға ие. Сондықтан хабарымыздың барысында әдеттегідей ұлылардан ұлағат ала отырыңыздар. Ой да көп, уайым да көп, ойлай берсең, ой да жоқ, уайым да жоқ, ойнай берсең. Ақ көңіл деген нәрсенің екі түрі бар. Аңғал ақ көңіл, ақылды ақ көңіл. Бір жақсымен дос болсаң, азбас тозбас мүлк етер. Бір жаманмен дос болсаң, бар ғаламға күлкі етер. Сараңдық күш алса, қуаныш азаяр. Жар басына қонбаңыз, дауыл соқса үй кетер. Жатқа тізгін бермеңіз, жала менен бас кетер. Әне-міне дегенше біздің эфирдегі уақытымыз да өз мәресіне жетті. Бізді тамашалап отырған көрермендер мол ақпарға қанығып, күндегі күйбең тіршіліктен бір сәт ой сергітіп алды деген ойдамыз. Әр күн сайын төл арнаны қосып, міндетті түрде жаңа күнді тамашалаңыздар. Жүздеріңізге күлкі, көтеріңкі көңіл күй мен айрықша позитив сыйлауға барынша тырысамыз. Біз өздеріңізбен ертең сағат 13:40-та қайта қауышатын боламыз. Жетекші арна шаңырағыңызда әрдайым қосулы болсын көрермен. Амандықта жүздескенше. Бүгін соңғы рет кетем өзіңнен, қимас бір сезім көрем көзіңнен. Балаған күнім әппақ арайға келгенше қайта сақта мен ойда. Уәде бер маған қайта оралғанша, күтем деп аңсап жамыртылғанша. Уәде бер маған қайта оралғанша, сүйем деп уақыт өтсе де қанша. Өзіңсіз қалай бағым жайқалар, өзіңсіз қалай жаным жай табар. Көп алаңдама, жабығып күнім, оралам сағым, сағынып бір күн. Уәде бер маған қайта оралғанша, күтем деп аңсап жамыртылғанша. Уәде бер маған қайта оралғанша, сүйем деп уақыт өтсе де қанша. Уәде бер маған қайта оралғанша, күтем деп аңсап
жанар талғанша. Уәде бер маған қайта оралғанша, сүйем де мақұл өтсе де